Жайлы түндердің бірі еді. Екі дос, Влад пен Мария терезеге қарап отқан болатын. Бірде Мария, Коля 3 күн бойы сабаққа келмеді. Оның жағдайы не болды екен деп сұрады. Сөйтіп екеуі бірігіп терезеге қарауды шешеді. Мария бинокльді алып, оның терезесіне қарайды. Оның терезесінің жарығы жаны өшіп тұрды. Оның себебі не екенін білмеді. Және жақындатып қарағанда, ол жақтан біреу көрінді. Бір жасыл көйлектегі әйел. Мария қорқып кетіп, екінші рет тағы да қарауды шешеді. Ол қарағанда бір өте қорқынышты әйелді көреді. Аузы құлағына дейін жеткен. Қорқынышты? Мүмкін ол Коляның анасы шығар. Жоқ, ол Коляның анасы емес. Коляның анасы өте қорқынышты болмайды ғой. Шынымен де ол Коляның анасы емес. Бірде подъездің светі жаны өшіп бір қисық қорқынышты фигура шықты. Ол бізге қарай келе жатыр. Сол кезде ол орнынан жылжыды да Влад пен Марияға қарай жүрді. Влад пен Мария есіктердің алдына барды. Влад глазоктан қарап тұрды. Бірде ояқтан бір қисық әйел келе жатты. Жасыл көйлек киген өте қорқынышты әйел. Ол олардың есіктеріне қарай жақындады. Влад тағы да біраз қарап тұруды шешті. Және де қарап тұрғанда олар қатты қорқып кетті. Және ол есіктің тұтқасын қайта тартып ішіне кіріп кетпекші болды. Және де есікті ашты. Влад пен Мария тез қашып, ол мыстаннан тығылуды шешті. Және де жатын бөлмелеріне келіп, өздерінің шкаптарына тығылды. Бұл ескі заттар жинайтын шкаф екен. Бұл жақта ескі айна мен ескі заттар бар еді. Олар айнаны алдына қойып өздері артына тығылды. Сол кезде әлгі қисық жүрісті мыстан кіріп келді. Ол оларды іздей бастады. Және де ол осы ескі шкафқа келді. Және де ол шкаптан айнаны көрді. Және айнадан өзін көріп, өзі қорқып кетті. Және өте қатты айқайлап, терезеден секіріп кетті.